Абай облысының тұрғындарын біраз жылдан бері әуреге салған Қалбатау, Майқапшағай, Талдықорған, Қалбатау, Өскемен бағытындағы республикалық жолдарда құрылыс қайта жанданды. Жергілікті жұрттың жан айқайын эфирден бірнеше мәрте көрсеткен болатынбыз. Қазавтожол ұлттық компаниясы мен министрлік өкілдерінің айтуынша, биыл Қалбатау, Майқапшағай жолының 250, Талдықорған, Қалбатау, Өскемен жолының 100 шақырымына асфальт төселеді. Екі жолдың да құрылысы 2023 жылы толық аяқталады деп жоспарланған. Жолдарды қытайлық компания салып жатыр. Осы жолдарды толықтай қытайлық компанияларының құзырына бердік. Қытайдың компаниялары тоқтатпай, келесі жылдың соңына дейін халыққа пайдалануға беруіне әрекет жасауына тырысып, оны өзіміз жан-жақты қадағалап отырамыз. Халықта бір сұрақ тұрады, неге Қытайдың компаниялары деп. Оларды да ауыстырып, жолды қайтадан бастауға болар еді, бірақ біз 2,5-3 жыл тағы да жоғалтар едік. Осы Абай өңірінде жалпы айтқанда қазіргі таңда 600-ге жуық шақырым қайта жаңарту жұмыстарына ұшырылған болатын. Сол бүкіл жұмыстарын тез арада бітіру бұл біздің міндетіміз болады. Сол міндетті біз өзіміздің тарапынан өзіміз алдымызда өзекті мәселенің біріне айналдырамыз. Және де 177 шақырым жерде ол жай жөндеу жұмыстары осы биылға сондай жоспар бар.